Джеффри Престон Джефф Безос, Amazon интернет компаниясының және Blue Origin аэроғарыштық компаниясының негізін қалаған американдық кәсіпкер. Ол сонымен қатар The Washington Post газетінің иесі. Ол $118 миллиард байлығымен әлемдегі ең бай адамдардың бірі. Джефф Безос, Amazonның негізін қалаушы, бүгінгі таңдағы ең танымал интернет дүкен. Ол ваннаға арналған шамдардан антикварлық органдарға дейін, көгал гномдарынан пәтерлерге, автокөліктерге және зәулім үйлерге дейін барлығын сатып алуға болатын бірегей портал жасады. Джефф бірнеше рет планетадағы ең адамдар тізімінің көшін бастады. Ол әлемдегі ең жақсы менеджерлердің бірі, планетадағы ең бай адамдардың бірі және Time журналының жыл адамы. Ол әрқашан соншалықты бай және табысты болған емес, оның бүкіл өмірі өзін-өзі жетілдіруге толы болды. Оның табысқа жету жолы өте ғибратты. Джеффри Престон Безос 1964 жылы Нью-Мексико штатының Альбукерке шағын қаласында дүниеге келген. Ол Техастың алғашқы қоныстанушыларының ұрпағы. Джеффри ғылым мен техникаға ерте қызығушылық танытты. Ол үнемі ойлап табумен және өңдеумен айналысты, үнемі құралдарды қолданды. Қолы жететін жерде үйдегінің бәрін қайта-қайта жинап, бөлшектейтін. Ол ұлы өнертапқыш немесе ғалым болады деп болжанған, бірақ ол кездері ізденімпаз, ақыл ойымен жабайы қолдары бар бұл баланың бір күні планетадағы ең ірі сауда желісінің құрушысы болады деп ешкім ойлаған жоқ. Джеффридің ата-анасы оның құмарлығына араласпады, бірақ олар да оны қолдамады. Олар оны үнемі өзінің болашағы туралы ойлауға шақырды. Джеффри есейген кезде оның қарындасы мен ағасы болды. Ол ата-анасының басты тірегі, үміті болды. Бірнеше жылдан кейін әкесі Джеффке эксперименттер үшін гараж берді, ал атасымен бірге бала ойлап табуды жалғастырды. Олар қожалықтарына ауыл шаруашылығы техникасын, трактор, комбайн, жел диірменін жетілдірді. Джеффри бос уақытын осылай өткізді. Дегенмен ол мектепте де ынталы оқушы болды. Ол ішімдік ішпеді және темекі шекпеді, ынтамен оқыды, емтихандарда мектептің ең жақсы бағаларын жинады және кіріспе сөзді айту құрметіне ие болды. Оқуды бітіргеннен кейін Джефф электронды аспаптар және информатика кафедрасына оңай түсті. Принстон университеті. Мектепті үздік бітіріп, емтихандарын үздік тапсырып, 1986 жылы академиялық қауымның құрметіне бөленді. Оқу кезінде Джеффри өзінің физикаға деген құмарлығы мен біліміне қарамастан, оны басқалардан әлдеқайда жақсы емес екенін және оның бөлімінде онша көп мамандардың жоқ екенін түсінді, әлдеқайда қабілетті студенттер бар. Содан кейін Джеффри табысқа жету және құрдастарының арасынан ерекшелену үшін заманауи, ерекше және жаңашыл нәрсеге ұмтылу керек екенін түсінді. Ол информатиканы және компьютерлік желілерді зерттеумен қолдауды таңдады. Оның шәкірттік жылдары артта қалды, ал Джеффтің ірі компанияларда жұмыс істеу тәжірибесі болмады. Дегенмен өзінің ерекше ақыл ойының арқасында ол әртүрлі корпорациялардан ұсыныстар мен бос орындарға толы болды. Оның алғашқы жұмысы файл деп аталатын шағын компанияда болды. Ол адамдарға әртүрлі елдердегі бірдей активтердегі баға айырмашылығынан ақша табу үшін интернетті пайдалануға мүмкіндік береді. Онда жұмыс істеу қызықты тәжірибе болды, бірақ Джефф көп нәрсені аңсады. Ол ауқымды, аңызға айналған мәртебені алғысы келді. Ол Диснейдің империясы оның идеалды үлгісі болды, бірақ шетелде мұндай ауқымды елестету мүмкін емес еді. 1994 жылы Джеффри электронды коммерцияның болашағын қарастыра бастады. Бірақ ол өзінің болашақ интернет дүкеніне ең қолайлы тауашаны таңдай алмады. Адамдар қандай өнімдерді интернеттен сатып алғысы келеді? Компьютерлер? Жоқ, кепілдікке қатысты тым көп қиындықтар. Киім? Сатып алудан бұрын оларды киіп, сапасын тексеру керек. Косметика? Жылжымайтын мүлік? Көліктер? Жоқ, бәрі жерде. Сол кезде кітабымен жұмыс істеп жатқан Джеффтің әйелі оған таңдауға көмектесті. Кітаптар электрондық коммерция үшін тамаша өнім болып көрінді және осы идеядан кейін бірнеше күн ішінде ол инвесторларды өзінің инновациялық жобасына инвестициялауға көндіру үшін іздей бастады. Ол өзінің болашақ серіктестеріне бүкіл инвестициясын жоғалту қаупі 70-ға дейін жететінін ашық айтты, бірақ адамдар оған сенді. Джеффтің ата-анасы алғашқы акционерлердің бірі болды.
Сол кезде салыстырмалы түрде қарапайым ақшаны инвестициялаған олар бірнеше жыл ішінде миллиондаған долларға бағаланған Amazon акцияларына ие болды. Amazon.com жылдам өсті. Бұл күндері бизнес қауымдастығы айтқандай жоба өткізді. Және ол үнемі жетілдіріліп, ауқымын кеңейте отырып жалғастыруда. Бұл күндері сіз осы веб-сайтта кез келген нәрсені дерлік сатып ала аласыз, және оны әлемнің кез келген нүктесіне жеткізе аласыз. Дегенмен, Джеффри Безос қол жеткізген жетістіктеріне тоқтап қалмайды, өзін және қызметкерлерін алға жылжу үшін үнемі ынталандырады.